Қырғауыл мен түлкі ертегісі. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де жақындап келіп: «Сәлеметсіз бе, қырғауылым, қалың қалай?» «Жақсы, өзіңіз қалай тұрасың?» «Жерге түсіп сөйлесеңіз қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді. Жерге түсуге қорқамын. Жерде әртүрлі аңдар бар. Бізді жеп қоюы мүмкін». «Әй досым, қазір заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана келдім, бұйрық шығыпты». «Жақсы хабарыңыз бар екен. Рахмет досым. Мына жақтан бір иттер келе жатыр. Оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін». Ит деген сөзді естіген соң, түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнелді. «Қайда барасың, түлкім? Бұйрықты ұмытып кеттің бе?» «Кім біледі, бұйрықты ол естімеген шығар», дейді міңгірлеп.